Арлы кітап. Мектептегі қоңырау соғылды. Оқушылардың барлығы үйлеріне қайтты. Омар сабақтан келе сөмкесін тастай сала ойыншықтармен ойнай кетті. Бір кезде сөредегі бір кітап жарқ-жұрқ етіп назарын ерекше аударды. Бұл не деп қараса, кітаптың жарық сәулесі шығып тұр екен. Омар кітапты қолына алып аша бастады. Бір бетін ашса, күй ойнап жатты. Екінші бетін ашса, ормандағы аңдардың жүргенін көрді. Бір бетін ашса, өлең мен ертегілер екен. Бір бетін ашса, мұхит тасып жатыр екен. Бұнда кітап менде де бар, маған ештеңе керек емес деп екі бетін жыртып тастай салады. Омар еш ойланбастан далаға шығып кетеді. Далаға шықса ештеңе жоқ. Ағаштар, үйлер, жол, адамдар, ешнәрсе көзге көрінбейді. Бұндай күтпеген жағдайға Омар қатты таң қалады. Барлығы қайда кеткен дегенде аспандағы күн оған: Омар, маған ештеңе керегі жоқ дедің ғой. Міне, сенің сұрағаның дейді. Омар қатты қорқып үйіне кіріп кетеді. Қараса, жаңағы кітап дөңгелек шыны ішінде тұр екен. Кітапты алайын десе, шыны жарылмайды. Жел қатты соғып, есік ашылып кетеді. Омардың кітаптың жыртқан екі беті желмен бірге ұшып келеді. Ұстайын десе ұстай алмайды. Кітаптан жыртқан екі беті іздеп, ел езіп, жер кезіп кетеді. Жапан дала, еш нәрсе жоқ. Күн өтеді, түн өтеді. Омар әбден шаршайды. Бір кезде алыстан қураған кәрі ағашты көреді. Ағашта ілініп тұрған кітапты екі парағын көреді. Омар тұра ұмтылды. Енді алайын дегенде екі парақ төмендегі құдыққа түсіп кетеді. Омар парақтарды ұстаймын деп ағашты құдыққа түсіп кетеді. Құдық өте терең, су құрғап қалған екен. Мен мына құдықтан қалай шығамын деп қатты уайымдайды. Сонда оған кәрі ағаш: сен жақсылап ойлан дейді. Құдықта жатқан екі парақты алайын десе, топыраққа бата береді. Қанша ұмтылса да ала алмай қатты қиналады. Омар өзі беліне дейін топыраққа батып кеткен. Әлі кетіп, өзі батайын дегенде парақтың ұшынан ұстайды. Парақты алған мезетте топырақ бетіне шығады. Әбден шаршап, құдықтың бойымен өрмелеп, зордан сыртқа шығады. Сонда ағаш оған: көрдің бе, Омар, оқу инемен құдық қазғандай дейді айтады. Бәрін түсіндім, ағаш ата, деп үйіне жүгірді. Жол бойы қараса, ағаштар қурап қалған, өзендер тартылып кеткен, құмды дауыл соғып тұр. Биік тікендер жол бермейді. Сонда Омар кітаптың қос парағын көрсеткенде тікендер кішірейіп кетеді. Омар секіріп өтеді. Үйіне жақындап қараса, үйі құмға батып кеткен. Тезірек тауып шынысын сындырып үйіне кіреді. Қараса, кітаптағы шыны жоқ болып кетеді. Кітаптағы жыртқан беті орнына қойып еді. Кітап қайтадан жарқырап шыға келеді. Дәл осы мезетте дауыл басылып,
терезесі ашылып, күн көріне бастайды. Табиғат өз қалпына келіп көркейе түседі. Омар бар қателігін түсініп, енді ешқашан кітапты лақтырмай, жыртпай, таза ұстайтын болыпты.